Келесі сөз кезегін бүгінгі кешіміздің қонағы жалпы орта білім берудің мазмұны мен әдістеме бөлімінің басшысы Амангелді Асыл Амангелді қызына ұсынамыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті оқушылар. Бүгін міне тәуелсіздік күніне орай Қанат Уәлиұлының өзінің еңбектерінен шыққан туындысын насихаттау ретінде осындай бір үлкен іс-шара болып жатыр. Ең бірінші осы іс-шараны ұйымдастырған әрине мектеп әкімшілігі. Қанат Уәлиұлы, сіздерге алғыс білдіргім келеді. Әрине жаңа Гүлжамал Пердебаева айтып отыр ғой, мектеп басшысы енді осы сіздерге келгенге көп болған жоқ, дегенмен де бұл кісінің өмір жолында еске алатын жолдар өте көп. Бұл кісі енді 77-ші мектеп гимназиясының басшысы болды. Өте жақсы басқарды бұл кісі. Мектеп алдыңғы қатарда болды. Білім сапасы бойынша тәрбие жағынан болсын. Енді мұны өздеріңіз білесіздер, қазір ротация мен осы мектепке келді. Осы мектептің де әрі қарай жаңағы білім сапасын көтеруге үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Енді бұл кісінің ең бірінші жаңағы мектеп басшысынан бұрын бұл кісі батыр ана, батыр қыз жаңа өзінің өмірін айтып отыр ғой. Енді ол әңгімені мен де естігем алғаш мектепке барған кезде, осы Гүлжамал Пердебаева жаңағы өмірін айтқан кезде ән жерде көзге жас алмау мүмкін емес. Сондықтан болашақта өзіңіз тағы мына ұжыммен кездесіп, өзіңіздің ерлігіңізді айтыңыз. Енді мен ол жаңа тарихты біліп тұрсам да айтпай қояйын, енді өзім ойлаймын, алдағы уақытта осы коллективпен кездесіп, өзіңіздің ерлігіңізді айтыңыз. Ол қалған жаңағы артымызда өсіп келе жатқан ұрпаққа өнеге болсын. Елін сүйген, жерін сүйген осындай ұл қыздардың арқасында бүгінгі күнде міне тәуелсіздікке, бүгінгі күнде бейбітшілік заманда өмір сүруге жетіп отырмыз. Осы кісілердің арқасы. Бірде-бір осы жаңа алаңға шығып, Қазақстанның жерін, елін сақтап қалайық деп осы қаншама студент жастардың арқасы. Сондықтан ең бірінші әрине біз бақыттымыз осындай тәуелсіз елде бейбітшілік заманда өмір сүріп, жұмысымызды істеп, тамағымызды ішіп, осы көшеде болсын, қалада болсын, ешқандай уайымсыз жүрміз. Ол да осы кісілердің ерлігі. Үлкен рахмет Гүлжамал Пердебаева. Енді бүгінгі осы тәуелсіздік күні ұйымдастырылып отырған Қанат Уәлиұлының еңбегі жалғыз Астана қаласында ғана емес, барлық республикаға танымал. Өйткені кейбір мектептерге іс-шараға баратын болсам, міндетті түрде осы кісінің әнін естимін. Сол кезде айтып жатыр, композитор Қанат Уәлиұлы деп жатыр. Бұл кісіні енді мен баяғыдан бір 15 жылдан астам танитын шығармын. Еңбегін білем, еңбегін бағалаймыз. Сондықтан Қанат Уәлиұлы, сізге үлкен рахмет. Әрқашан еңбегіңіз жемісті болсын, осындай туындыларыңыз көп болсын. Ол туындылар біздің елімізде емес, жалпы әлемде ойнасын. Өте керемет. Мен өзім негізі әнді, өнерді жақсы көремін. Өйткені өзімде арасында бір ән айтатын сондай қасиетім болғаннан кейін ба, өнерді өте қатты бағалаймын. Ол өнердің қандай жолмен келетінін де білемін. Сондықтан оңай емес. Дегенмен де Қанат мырзаның да бұл қосқан, осы тәуелсіздікке қосқан, жалпы Астана қаласының білім саласында қосқан үлесі үлкен зор. Сондықтан енді мен де құр келген жоқпын. Осы білім басқармасының басшысының атынан алғыс хатымды қоса ала келдім. Бері қарай келіңіз, Қанат мырза. Құрметті Қанат Уәлиұлы, сізді білім мен тәрбие беру ісінде қол жеткізген табыстарыңыз, жас ұрпақты рухани байлық пен құндылықтар негізінде тәрбиелеуге қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Мұғалім деген ұстаныммен елдік мәселеде сергектік танытып,
ұрпақ тәрбиесі жолында атқарған істеріңіз әрдайым жемісті болғай. Сізге зор денсаулық, ұзақ та баянды ғұмыр, толағай табыс тілеймін. Ізгі ниетпен Астана қаласы білім басқармасының басшысы Қасымхан Сенғазиев. Осылай еңбектеріңіз көбейе берсін, қанатыңыз талмасын, тек қана шырқай беріңіз. Сіздің әніңізді енді әлемдік деңгейде еститін болайық. Рахмет. Көп жасасын еңбегіңіз. Сонымен қатар, мына жерде қазіргі таңда кітап оқығанда да өзім жақсы көремін. Сондықтан мынау 30 ақынның, жас ақын, кейінгі шыққан 30 ақынның еңбектері, сол кітаптың мына 3-еуін алып келдім. Қолыңыз босағанда арасында оқисыз. Алғысымызды білдіреміз.